Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бүгін өте дәмді, бар болғаны 5 минутта дайындалатын дәл осындай тамақтың жасалу түрін көрсетемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қарауларыңызды сұраймын. Ең алдымен суымызды қайнатып аламыз және қатырылған лапшаларымызды саламыз. Енді оның үстіне дәмдеуіштерін қосамыз. Барлық дәмдеуіштерін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз және оның үстіне туралған шұжығымызды саламыз. Енді оның үстіне қалаған аскөктеріңізді салсаңыздар болады. Тағы да 1 минут қайнатып, келесі бізде бір дана жұмыртқа саламыз. Жұмыртқамызды да жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызды салғаннан кейін тамағымызды 5 минут қана қайнатамыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруді ұмытпаңыздар. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Енді оның үстіне туралған ірімшігімізді саламыз, яғни сырымызды саламыз. Сонымен біздің тамағымыз дайын. Өте дәмді әрі тез жасалатын тамақтардың бірі. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруді ұмытпаңыздар. Міне біздің тамағымыз дайын. Ысылай жеп алсаңыздар өте дәмді болады. Құрметті көрермендер, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.